Атырау қалалық номер 2 соты ұсынады. Алаяқтық түрлері және көзделген жауаптылық. Қазіргі таңда жас буын өкілдері жұмысқа орналасу кезінде көптеген қиыншылықтарға тап болады. Сондай жұмысқа орналасуға қиыншылық туындаған, жоғары оқу орнын бітірген соң өз орнын табылмай жүрген Арай есімді кейіпкер. Атырау қаласы, 2024 жыл. Сәлем, қаласың, қалайсың? Серікпін ғой, танымын ба? Сәлем, я таныдым, өзің қалайсың? Жақсы, сол, жұмыстармен жүргем. Сен қайда жұмыс жасап жатырсың? Немен айналысасың, бәрі жақсы ма? Ой, мен сол оқу бітіргеннен кейін жұмысқа тұру мүмкін болмай жатыр. Сен ше, не жұмыс жасап жатсың? Мен HR-да, кадрда жұмыс жасап жүрмін. Бәрі жақсы, жақында бос орындар ашылады. Сонымен қатар сені де жұмысқа орналастыруға болады. Бірақ енді ол тегін емес, өзің білесің. Жарайды, күтпаласы. Мені кездесуге шақырған. Хабарласармыз. Жарайды, күтпалас. Күтем сені қалап. Маған қашан жұмыс табылады екен? Мен де қашан ел қатарлы жұмыс жасаймын. Алло. Алло. Арай, сәлем, қалайсың? Мен ғой Күлпаласың, таныдың ба? Жақсы, я таныдым, өзің қалайсың? Жақсы, Арай, алдында жұмыс мәселесі бойынша соғып тұр. Бір-екі бос орындар бар. Сені айтып қойып едім. Енді соның еңбегін тездетіп, 150 мың теңге 1-2 сағат аударып жүр. Және тағы да жүргізушіге бос орын бар. Жалақысы 300-350 мың. Жақындарың айта жүр. Жақсы, Арай, мен асығыспын. Ақша мәселесі тезірек маған аударып жібер. Жарайды, жақсы, қазір ініме айтып көрейін. Міндетті түрде аударам ақшасын. Жарайды, сау бол. Сау бол. Алло, сәлем апатай, қалайсың? Жақсы, шүкір, болады. Қалада клиент күтіп отқам, таксовать етіп жүрмін. Өзіңше? Жоқ, жұмыс таппадым әлі. Тым мүмкіндік болмай тұрамын. Жұмыс шықты ма? Жақсы ғой. Жалақысы қанша дейді? 300 мың жақсы екен, я? Кіру үшін 150 мың теңге. Ол қашан, бүгін төлеу керек па? Мен дәл қазір жоқ, 150 мың теңге 1 сағатты. Бірақ тауып лақтырып жіберем саған, балдардан сұрап. Болды, рахмет апатай. Вызываемого абонента выключен или находится... Көтермейді телефон, не істейміз енді? Апатай, 3 ай өтті ғой. Ақша жоқ, жұмыс жоқ. Мен қарыз алған адамдар теріс сұрап жатыр. Ақшасын қайтарсын, немесе жүр, полицияға арыз жазайық. Жарайды. Саламатсыз ба, мен Атырау қаласы қалалық полицияның тергеушісі Құлан Арекенбайқызы. Бұл қалалық полиция бөліміне қандай арыз шағым етеміз? Саламатсыз ба, мен алаяқтық бойынша арыз жазуға келіп тұр едім. Я мен сізге қазір арыз бланкісін беріп, осы бойынша толық мән-жайды оқиға бойынша жаза кетсеңіз. Сіздің қазіргі уақытта жазған арызыңыз қабылданды. Қалған тергеу амалдары бойынша сізге қосымша хабар беріледі. Тұрыңыздар, сот келеді. Қазақстан Республикасы атынан үкім. Алаяқтық қылмыс Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190 бабымен сараланады. Алаяқтық, яғни бөтен мүлкін жымқыру, немесе алдау, немесе сенімді теріс пайдалану жолымен бөтен мүлікке құқықты иемденуді білдіреді. Яғни,
адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен. Адам өзінің қызмет бабын пайдалана отырып, ақпараттық жүйені пайдалану арқылы қылмыскер өз қылмысын жүзеге асырады. Аталған қылмыстың жазасы 2 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айыруға жазаланады. Атырау облысы бойынша 2023 жылға алаяқтық қылмысымен сотта жалпы саны 174 тұлғаға қатысты 162 қылмыстық іс тіркелген. Оның бас бостандығынан айыру жазасына 39, бас бостандығынан шектеуге 61, айыппұл жазасына 1 тұлға қылмыстық жауапқа тартылған. Өзіңізді және өзіңіздің жақындарыңызды алаяқтардан сақтаңыз. Дайындаған Атырау қалалық мамлекеттік сотының ұжымы.